Шет елге сатылған қазақ балалары. Әңгіменің жалғасы. Әңгімені соңына дейін тыңдап, өз ойларыңызды жаза отырыңыздар. Алдын ала рахмет. Осы Қазақстанда бір адам табылмады ғой, сендерді бауырына басатын. Қалай қылайын, жарығым-ай. Кеше ғана құлдыраңдап көз алдымда шауып жүр едіңдер. Мені көргенде, мама, мен сіз жуған жерлерді, қағаздарды алып жинап қоямын, деп алдымнан жүгіретін. Өзі бір тәтті еді. Қылығы, ерке болғанымен ақылы ересектердей, кейде менімен үлкен адамдарша сөйлесетін. Алдыңда не күтіп тұр? Ол жақта қалай болып кетесің? Бір Аллам панасына алсын енді, деп терең күрсінді. Мен шыдамсызданып, апайдың сөзіне егіліп, қосыла жылағым кеп тұрса да, өзімді тежедім. Апай, Әлиханның әке-шешесі, туыстары жайлы қалай білуге болады? Біз тек жай танысып, хат жазысып жүрміз. Балалар үйіне барғанда кім бізге ақпарат бере қояр дейсіз? Бір жазған хатында Әлихан, мені қазіргі атанам ақшаға сатып алған, деген сыңайды реніш білдірген сияқты. Солай болуы мүмкін бе? Дегенде Гүлшат апай селк етіп жан-жағына қарады. Ернін тістеп, көзінен тағы жас ақты. Қарақтарым-ай, қалай айтсам екен? Сатылса сатылғанда шығар. Әйтсе де, мен біреудің біреуге ақша беріп жатқанын көрмедім. Соңғы 2-3 жылда балалардың барлығы шетел аса берді ғой. Қайдан білейін? Қу ақшаға бола қара көздерімізді ел асырып, сыртқа тебе берсек, кейін ол балалардың қарғысы мен наласы кімге тиерін? Әлихан да сондайлардың бірі боп кете берді ғой. Асырап алған атанасы келіп жүрді. 1 жылдай уақыт өткенде асырап аламыз, елімізге алып кетеміз депті. Бізге ол адамдардың кім екені туралы бастықтардың ешқайсысы да айтпайды ғой. Тек елден кетіп бара жатқанда қимай қоштасып қаламыз осында. Содан кейін хабар ошар бар ма, тірі ме, өлі ме, ләм-лим деп ешкім есеп бермейді. Өз елімізде асырап алған балалар ара-арасында келіп тұрады. Жиі емес. Ал басқа елге кеткендерді өз басым білмедім, деді. Ал Нұрманова Айсара деген кісі, сол Әлихан бар кезде директор болған екен ғой. Сол кісі қазір жоқ екен. Орнында Бұқарбаев Мұрат деген ағамыз отыр. Ол кісімен де амандасып шықтық. Айсара апайына да сәлемін жеткізсек бе деп едік, деді Жеңіс. Айналаға бір қарап алып, Гүлшат апай бір ғана ауыз сөз айтты. Ол жоқ. Қазір кететін жеріне кетті Айсара. Мына Мұраттың адамгершілігі жоғары. Айсара апайын сұраса, ешкім білмейді қайда кеткен дерсіңдер. Оның қайда кеткенін мен де айта алмаймын, деді. Әлиханның атанасы жол апатынан қайтыс болғанын естідік. Бізге солай айтты. Туыстарымды танымайды дейді. Балалар үйінде жүргенде ешкім іздеп келмеген бе сонда? Деп Гүлшат апайға тағы сұрақ қойды Жеңіс. Ой баламай, олар туралы мына мен едім Әлиханға айтқан. Ата-анаң екеуі де бірдей жол апатынан қайтыс болған. Сені бағатын адам болмағасын сәбилер үйіне тапсырған. Туыстарың бір күні тауып келер деп жұбататынмын. Айттым ғой жаңа, кейде менімен үлкен адамдарша сөйлесетін деп. Бір күні еден жуып болып, сыртта көлеңкеде отырсам, Әлихан келді. Гүлшат апай, осы неге менің туыстарым іздеп келмейді? Әкемнің туыстары болмаса да, анамның туыстары қайда? Олардың беттерінде жазылып тұрады ғой. Кім екендері? Мені әкем мен шешемнің бейітінің басына апарасыз ба? Мен Құран жаттап жүрмін. Оларға барып Құран оқып берем.
Туыстарым келмесе, келмей-ақ қойсын. Өскенде бәрібір өзім тауып аламын. Өйткені олар менің ең жақын адамдарым, әке-шешемнен кейінгі деді. Төбемнен жай түскендей есеңгіреп қалдым сонда. Ал енді Әлиханның әкесі нашақор болған. Біреудің жалғыз ұлы. Отбасын құрып, Әлиханның анасына өз үйінде пышақтап өлтірген. Содан кейін әкесі 25 жылға сотталып кеткен. Қазір бар ма, жоқ па, ешкім білмейді. Баласының сол ісінен кейін келінін де жоғалтқан Нұралының әкесі, яғни Әлиханның атасы жындыханаға түскен. Әлиханды бір көршілері жасқа жетпей сәбилер үйіне әкеп тапсырған екен. Бар шындық осы. Оны Әлихан білмейді. Мүмкін қазір де туыстарым бар. Әке-шешемнің туыстарының біреуін табамын деп жүрген болар. Бірақ сендер бұл туралы Әлиханға айтып, өзі жарымжан жүрегін ауыртпай-ақ қойыңдар. Онсыз да Қазақстанның сағынып жүрген шығар. Өжеттігі басым. Менің отаным Қазақстан деп тұратын. Осы жақтан кетерінде бәріміздің бетімізден сүйіп жүріп, мен жыл сайын келіп тұрамын. Испаниядан базарлық әкеп беремін сіздерге. Үлкейгенде осы жаққа келіп тұрам деп кеткен. Қалай ойласам да, шет елге кеткен балалардың өмірі керемет боп кетті дей алмаймын. Ұлты басқа, тілі басқа, діні бөтен, жерге сіңсіп кетулері қиындау болатыны рас қой. Рұқсат болса мен ішке кірейін. Менің Әлиханыма сәлем айтыңдар. Ауруханада ауырып жатыр демеңдер. Ол уайымдайды, білем. Гүлшат мамаң деп айтыңдар. Сағыныпты, ата-анасын ертіп келсін деп жатыр, деңдер. Маған испан биін билейтін қыздардың көйлегін әперем деген. Гүлшат мамаң көйлегін киюге испанша билеп үйреніп жүр деп жеткізерсіңдер. Сосын мына суретті алып қалсам деп едім. Бола ма? Хат жазысып, сыртта жүрген бауырларыңды іздеп тұрыңдар, жандарым. Бақытты болыңдар. Рахмет сендерге, деп еш жаман ойсыз апай бізді шығарып салды. Аурухана дарбазасынан шыға бере, Жеңіс, тезірек үйге жетейікші, деді. Қайтар жолда көлікте келе жатып Жеңіс үнсіз ғана терезеге қарап ойланып отырды. Ішкі жан дүниесі нәзік, кез келген мәселені жүрегімен қабылдайтын адам болғасын, мазасын алып, ойын бөлгім келмеді. Үйге жеткенде ғана екеуміз де таң ертеңнен бері нәр татпағанымызды білдік. Үйге кіре сала ас дайындауға кеттім. Жеңіс отыра қалып компьютерге жармасты. Хат келмеген екен. Балконда отырып темекісінің түтінін сыздықтатып қойып мені шақырды. Құралай, сен ойлайтын шығарсың. Кездескен адамдардың бәріне жоспар құрғандай тарсылдатып дайын сценарий оқып жүр деп. Мені. Саған өтірік, маған шын. Директор Бұқарбаевпен кездескенде, Сара болсын, Гүлшат апаймен сөйлескенде де, мен аузымнан шығып жатқан сөздердің менікі емес екенін білдім. Барлық айтып отырған сөздерім шындыққа жанаспайтын болғанымен, мен олардың бәрінен тиісті жауаптарымды алып отырдым ғой. Құдды бір Әлиханның адвокаты сияқтымын. Оларға сұрақ қойсам, олар да маған дайындалып отырғандай қисынмен жауап беріп отырды. Бұл қалай сонда? Өзім енді ғана ойланып, егжей-тегжей сараптап отырмын. Кімге не айттым? Қандай қадам жасадым? Түгел електен өткіздім. Мен бірақ дұрыс жасап келе жатқан сияқтымын. Бұл да бір Алланың Әлиханға бізге қарасқаны шығар. Әйтпесе, бұрын соңды балалар үйіне барып, балалар туралы ақпарат сұрамақ түгілі.
Есігінен аттап басуға жүрексінетінмін. 2 күннен бері туған інімді іздегендей жанымды шүберекке түйіп, шырылдап жүргенімді енді сездім. Мен әр қазағымды жалғызым деп сүйеді екенмін. Әсіресе жетім балалардың тағдырына бей-жай қарап отыра алмайтын сияқтымын. Дәл қазір Әлихан не істеп жатыр? Қалай жүр? Кіммен жүр? Жылап жүрген жоқ па? Деп шын алаңдап, керек десең бауырымды жоғалтып алғандай азарланып жылағым келіп тұр. Мейлі, әкесі Нұралы анасын айуандыққа барып өлтірді. Атасының жағдайы анандай болған. Бірақ атасының да туыстары, не басқа ағайындары жоқ болғаны ма? Оны қойшы, сонда ақшасын төлесе балалар сатыла бермек пе? Емін-еркін сатпай-ақ бір перзентке зар болып жүрген өзіміздің қазақтың жақсы отбасылары бар ғой. Соларға неге бермейді тегін? Тіпті болмаса, ұятта болса айтайын, оң жақта отырып қалып, жанұялық өмірдің дәмін тата алмай, балалы болуға қолы жетпей жүрген өз қазағымыздың қыздары бар емес пе? Соларға неге қамқорлыққа алуға бермейді? Әлде біздің қазақтардың ақшасы жетпей ме? Шетелдің азаматтары сияқты асырауға шамалары келмей ме? Оған бола соншалықты білімді болудың қажеті жоқ шығар. Баланы еміреніп сүйе алса, бауырына басса, келешегім деп қолдаса болды емес пе? Әлиханға бүгін хатты мен жазайыншы. Бұл Жеңіс ағаң деп. Мүмкін саған кейбір жағдайларды айта алмай жүрген шығар, деді. Жеңіске 100% сенгендіктен оның айтқандарына еш қарсылық білдірмейтін болдым. Тек алдымен Әлиханнан хат келуін күттік. Сол аралықта Жеңіс Сыртқы істер министрлігі мен білім министрлігінің құзырындағы нәрселер жайында ақпараттар іздеді. Оның көңіліндегі бір күдік, балалар үйінің директоры 2 айдан соң келетін ақпаратқа сеніп отырғанда, Әлихан ана жақта қалай болады деген қорқыныш қана болды. Құралай, Әлихан Алматыға аман-есен оралып жатса, сен өз үйіңе інің ретінде қабылдап тұрғыза аласың ба? Мен өзім пәтерден пәтерге көшіп жүрмін, білесің. Ол туралы да ойлап қойдым. Егер сен қарсы болмасаң, оны өзімізге бауыр етіп, аяқтандырып жіберсек, деп армандап кеттім бағана көлікте отырғанда. Ол Қазақстанға келсе, екеумізге ғана сенеді. Өйткені қазір ол бізге сеніп, бізден қандай бір жақсы хабар келе ме, тезірек алып кете ме, деп зор үмітпен жүр. Бастаған ісімізді аяғына дейін апарайық. Құдайдың көзі түзу болсын тек. Менің ойым осы. Сен не дейсің? Дегендей маған қарады. Әрине, Жеңіс, ел қатарына қосылуға жәрдемімізді беріп, бір жетімнің басынан сипасақ жаман болмаспыз. Барлық нәрсенің өз орайы табылар, деп компьютерімді ашқанда Әлиханның хатын көріп айқайлап жібергенімді байқамай қалдым. Бұл жолғы хаты ұзақ екен. Құралай апай, мені тездетіп алып кетіңіздерші. Балалар үйіне бардыңыздар ма? Гүлшат апайымды көрдіңіздер ме? Менің жағдайымды айттыңыздар ма? Болмаса, Ләззат апайға айтыңызшы. Ол апай да өте жақсы адам. Мен қазір түрмеде отырған сияқтымын. 3 күн бұрын өгей әкем Серхио мен досы Хейлбертті мектептен шыққанда күтіп алды да асығып үйге әкелді. Содан соң кешікпей бір апай келді. Ол апай мені өз бөлмеме әкеліп маған сұрақтар қойды. Алдымен үйіміздің әдемі екенін, Серхио мен Хейлбертті сондай мейірімді жақсы адамдар екенін айтты. Консуэлланы сағынып жүрсің бе? Деді. Мен үндемедім. Өйткені мен оны сағынбаймын. Мені осында әкеліп өзі жоқ боп кеткен мейірімсіз адам. Ол мен үшін. Сосын бөлмең өзіңе ұнай ма? Сабақтан қиналып жүрген жоқсың ба? Мектепте достарың кім?
Үйде сені ешкім ренжітпей ме? Жалғыз өзің қалғанда не істейсің? Компьютерде ұзақ отырасың ба? Кейде сабаққа бармай қалатын күндерің бола ма? Мектепте қай апайды жақсы көресің? Қазақстанды сағындың ба? Деп көп сұрақтар қойды. Қойған сұрақтарының барлығына өтірік жауап бердім. Тек қана Қазақстан туралы сұрағанда жылап қойдым. Сұрақ қойғанда да ол өзінің парағына бірдеңелерді жазып отырды. Бөлмемде демала беруімді айтты да өзі төменге түсіп кетті. Төменде өгей әкем Серхио мен досы Хейлбортты үшеуі менен де ұзақ сөйлесті. Мен төменге түспей қойдым. Кеш бата Хейлборт та келді бөлмеме. Амода, кешкі ас ішеміз. Әкең саған дәмді тамақ дайындады. Күтіп отыр, деді. Барғым келмесе де төменге түсіп ас үйге бардым. Маған қазақша ет әзірлеп қойыпты. Қуанып кеттім. Испанияға келгеннен бері ет тамақты бір-ақ рет жедім. Қазақстаннан келгенде консуэла жасаған. Бүгін өгей әкем дайындапты. Дастархан басында өгей әкем көңілсіз отырды. Хейлбортты ғана әр нәрсені айтып, бізді күлдіруге тырысты. Тамақтанып болғасын мен бөлмеме кеттім. Біраздан кейін өгей әкем Серхио келді. Амодо, сені қатты жақсы көремін. Саған жететін бала жоқ мен үшін. Сен не қаласаң, соны жасаймын. Сен нені ойлап жүрсің? Не мазалап жүр сені? Әлде мектепте біреу ренжітті ме? Әлде бірдеңе алғың келе ме? Деді. Қазақстанға апаршы деп айтқым келді. Бірақ айтпадым. Өйткені өткенде Консуэламен сөзге келіп қалғанда өгей әкеме, Консуэла, егер Амоданы ол жаққа апарсаң, енді қайтып келмейді, деген. Сол үшін ол мені Қазақстанға апарғысы келмейтінін білем. Кинодағы сияқты, мазам болмай тұр, деп алдай салдым өгей әкемді. Ол менің бетімнен сүйді де төменге түсіп кетті. Бірақ төменде Хейлбортты екеуі ұзақ сөйлесті, білем. Ал кеше мектептен келгенде өгей әкем қатты ашуланып күтіп алды. Келді де, компьютерге отыратын кезде менен рұқсат сұрайсың. Мен үйде болмасам, компьютерге отыруға рұқсат жоқ, деді. Мен олардың поштамды қарағанын білдім. Қатты қорықтым да, одан не үшін бұлай айтқанын білгім келді. Ол жауап берген жоқ. Саған денсаулығыңа зиян, деді. Қазір олар түнгі клубқа кетті. Тағы да мас болып келеді. Құралай апай, мен сізге тағы да хат жазғанда мені ойландырып жүрген нәрсе туралы айтамын. Ертең өткенде келіп, маған сұрақ қойған апай келуі мүмкін. Гүлшат апайды таптыңыз ба? Менің қатты сағынғанымды айттыңызшы. Енді көп жаза алмауы мүмкін. Мен бақылауда боламын. Олар менен күдіктенетін сияқты. Сәлеммен, Әлихан. Әлиханның хатын оқып боп, Жеңіс оған жауап жазды. Әлихан бауырым менің. Саған хат жазып отырған Жеңіс ағаң. Сенің алғашқы хатыңды оқығаннан бері Құралай әпкеңмен бірге жүрмін. Балалар үйіне де, бұрын оқыған мектебіңе де бардық. Сен еш қам жеме, барлығы біз ойлағандай болады. Біз барлығын жеңеміз. Гүлшат мамаң саған үлкен сәлем айтты. Барлығын таптық. Енді сен менің мына айтқандарымды тыңда. Сұрақтарыма уақытың болса, тезірек жауап жазшы. Егер сенен күдіктеніп жүрсе, біраз күн компьютерге отырмай-ақ қой. Олар жоқ кезде отырып жазарсың. Олардың күдігін басу үшін Серхио әкеңе көбірек жақындап, оның өзіңе ең жақын адам екенін айт. Әкем менің деп. Оған еркелеп, дүкеннен біраз зат алғың келетінін айт. Оның саған қамқор адам екенін айта бер.
егер психолог апай келсе, Серхионы жақсы көретініңді, Консуэлланы сағынып жүргеніңді жеткіз. Анау Хейлбортты ағайыңда өте мейірбан, әкең сияқты тамаша адам екенін айтасың. Неге? Себебі олай айтпасаң, қазір олардың саған деген күдігі екі есе артып, саған барлық нәрсеге рұқсат бермей қоюы мүмкін. Ақылың бар ғой сенің. Менің айтқанымды жасап көр. Сәл де болса алдай тұруға тура келеді. Оған дейін біз де Қазақстаннан саған қарай жетерміз. Қорықпа інім. Сен Қазақстанға келгесін, Құралай әпкең екеуміз сені туған ініміздей қабылдаймыз. Сен бізге керексің, ұмытпа. Тек аз уақыт шыдасаң екен. Жігітсің ғой. Әлі екеуміз сен келгесін көп жұмыстар жасаймыз. Мен саған көмектесемін. Өйткені менің де туған інім жоқ. Сен менің туған інім боласың. Серхио мен Хилбертоға қарсы сөз айтпа, күдіктендірме. Осыны мықтап есіңнен шығарма. Біз осы жақта қолымыздан келгенді жасаймыз. Ал енді Әлихан, сен ең басты себебін айтшы маған. Не үшін Қазақстанға қайтқың келеді? Сағынғаныңды түсінем. Жалғыз өзіңе қиын. Бірақ нақты себептер бар ма? Осылай қайтқың келуіңнің. Біз сені алып келу үшін нақты себебін түсіндіріп айтпасақ, балалар үйінен де саған қарай сұраныс жібере алмайды. Ешқашан өтірік айтпа, тек шыныңды айт. Шындықты айтсаң ғана барлығы оңай шешіледі. Мен саған үлкен жігіт деп айтып отырмын. Екеуміз бір-бірімізден ештеңе жасырмайық. Мен саған сенем. Сәлеммен, Жеңіс ағаң. Айналасы бір аптаның ішінде өз басым жан-жағымда не боп жатқанын хабарсыз болдым. Бар ойымыз тек Әлихан туралы болды. Жеңіс хат жазып жібергеннен кейін ертеңіне маған туған ауылымнан суық хабар келді. Әкем о дүниелік болғанын естідім. Еш нәрсеге алаңдауға шамам келмей жолға шықтым. Жеңіс шығарып салды. Әкемнің қазасынан кейін Алматыға келгенше 40 күн уақыт өтті. Сол аралықта Жеңістің де жұмыс орнында басшылықпен түсінбеушіліктер болып, ол да бас қайғысымен кеткен. Әкемнің 40 күндік асына жақын есіме Әлихан түсті де Жеңіске хабарластым. Ол да өз басының қайғысымен жүріп Әлихан туралы ойламаған болу керек. Бұл жерде біздің бір жіберген қателігіміз осы шығар. Алматыға келгесін поштамды ашып тексергенде Әлиханнан бір ғана хат келіпті. 3 аптадай бұрын жазылған екен ол хаты. Жеңіс аға, Құралай апай, мен сіздерге бар болған оқиғаны айтамын. Консуэлла мен Серхио осында асырап алғаннан кейін өгей анам үйден кетті дедім ғой. Ол қазір мүлдем келмейтін болды. Өйткені оның заттары жоқ бұл үйде. Серхио мен Хейлбертті туралы айтайын. Біраз бұрын олар түнгі клубтан келген кезде мен төменге түстім. Олар мас боп келді. Ас бөлмеге өтетін жерде диванның үстінде екеуі жалаңаш. Диванның үстінде екеуі жалаңаш құшақтасып жатқанын көрдім. Бірақ мен үнсіз бөлмеме кіріп кеттім. Содан соң тағы да екеуі өз бөлмелерінде құшақтасып тұрғанын көргенімде маған айтты. Үлкен адамдар бір-бірін қатты жақсы көргенде біз сияқты дос болып кетеді. Ертең сенің де Хейлбортта ағайың сияқты досың болады. Бәріміз бірге тұрамыз. Біз сені сондай жақсы көреміз, Амода, деді. Үйде болғанда олар кейде бір-бірімен ұрсып қалады. Ондай кезде Хейлбортты төменде ас үйдің жанындағы диванда ұйықтайды. Өгей әкем Серхио өз бөлмесінде бөлек жатады. Ондай жағдай көп болады. Бір күні олар бөлмелерінде ұрысқанда
Бір күні олар бөлмелерінде ұрысқанда құлағым мынаны естіді. Серхио, егер сен Амодаға біз туралы қазір айтпасаң, сосын кеш болады. Оған қалған нәрселерді өзім-ақ үйретем. Бәрін біле берсін. Өскенде айтатын болсаң, ол бізге бағынбай кетеді. Одан айырылып қаламыз. Сен айта алмасаң, өзім айтамын. Амодаға. Себебі ол енді менің де балам. Асырап аларда мен саған бар ақшаны тауып бергенмін. Ұмыттың ба соны? Деді. Хилбертті, сенің есің дұрыс па? Амодаға қазір айтуға ерте. Оның денсаулығы туралы барлық мәліметті біз Қазақстанға жыл сайын беріп отырамыз. Әлі 5 жылдай уақыт бар. Сол 5 жыл біткесін Қазақстанға есеп бермейміз. Олар Амоданы сұрамайды. Сол кезде барлығын жасырмай айтамыз. Керек болса, Амодаға да бір адамын тауып береміз. Ол да бақытты болғанын қалаймын. Қазір ол жас. Осылай да үйрене береді бізді көріп. Асықпашы, мен де тезірек сол айтатын күн болса екен деп жүрмін, деді. Сосын Хилбертті ашуланды да, Серхио, керек десең қазір де ешкім іздеп жатқан жоқ оны. Алдық па? Ол біздікі. Ешкімге есеп бермейміз. Амоданы тәрбиелеуге күшің жетпесе, қазірден бастап өзім айналысамын. Қазірден бастап оған жанына дос тауып бере алам. Ол біз туралы қазір жай ғана әкем мен Хилбертті дос деп ойлап жүр. Білсін біздің кәдімгі отбасы екенімізді. Консуэллаға айт, бұл үйден заттарын жинасын, алып кетсін. Амода соған үйренсін. Бұдан артыққа шыдай алмаймын енді, деп жылады. Одан да көп сөйлесті. Мен қорқып, өз бөлмеме барып жатып қалдым. Содан кейін көп кешікпей Консуэлланың заттары жоқ бола бастады. Мен де сол кезден бастап Қазақстан туралы мәлімет алып, Алматыға адамдарға телефон соғуды бастадым. Енді не үшін кеткім келетінін түсіндіңіздер ме? Мен оларды жек көремін. Сіздерден жасыратын ештеңем жоқ. Қазір мен мектептен шыққанда да, барлығы да тек Хилбертмен барып келемін. Барғанда да тек Хилбертмен барып келемін. Үйде Серхио күтіп отырады. Менің бөлмемдегі компьютер солардың бөлмесінде. Қазір олар ауруханаға кетті. Келетін уақыттары да болды. Егер олар менің Қазақстанға кеткім келетінін білсе, не болатынын білмеймін. Үйге ешкім кірмейді. Консуэлла да келмейді. Жеңіс аға, сіз өзіңіз келіп алып кетіңізші мені. Мен оларға айтамын. Бұл менің ағам келген. Жеңіс ағаммен кетем. Мен сендермен бірге тұрмаймын енді деп, сіз келсеңіз қорықпай айтамын. Мені тастамаңыздаршы осында. Қазақстанға барып, қайтадан балалар үйіне барғым келеді. Достарымды да, апайларымды да сағындым. Маған бұл жақта ештеңе ұнамады. Әкем мен анам тірі болғанда ғой. Сәлеммен, Әлихан ініңіз. Ештеңе дей алмай, тағы да жылап Жеңіске хабарластым. Ертең күндіз барлығын Мұрат ағайға жеткізетін болып шештік. Әкеден айырылғаннан кейін жетім деген сөздің мағынасын одан әрі толық сезінгендей болдым. Жүрегім қарс айырылардай боп отырып, Әлиханға хат жаздым. Барлық жағдайды түсіндіргендей болдым. Соңғы хатынан кейін ештеңе жазбағанына көңілімдегі күдікті одан әрі үдетіп жіберді. Шырмауы көп сұрақтар. Әлиханның соңғы жазған хатындағы суреттер көз алдыма елестеп, миым тұтасып қалды. Ең басында
Неге жазбады соларды? Барлығын неге айта алмады? Неге нақты себептерін, бір сұмдықтың барын, барлығын жауабы бар сұрақтарға жауап таппай қиналдым ғой. Жеңістің де көңіл күйі дұрыс болмағасын. Мен жоқта Әлиханды ойлауға шамасы келмеген болу керек. Екеуміз де жанымызды шүберекке түйгендей балалар үйінің алдында бір уақытта кездестік. Бұқарбаевты 3 сағат күттік. Көре салысымен Мұрат ағайға қалай жармасқанымды білмеймін. Ағай, сіздер өздеріңіз осы балаларды іздейсіздер ме? Мына хатты қараңызшы, не боп жатқанын түсініп көріңізші сосын. Әкемді жерлеп келдім. Жеңіс өз проблемаларымен басы қатқан. Кеше келгенде мына хат 3 аптадай бұрын жазылған, соңғы рет. Осыдан кейін ештеңе жазылмаған. Не істейміз, ағай? Айтыңызшы, ол да қазақтың баласы ғой. Шетелге кеткендердің барлығы осылай қорлана бере ме? Олардың ата-анасыз өскеніне өздері де кінәлі емес. Бірақ дәл қазір не істей аламыз? Деп ащы күйікті сыртқа бір шығарғандай болдым. Хатты оқыған Бұқарбаев бізге тесіле қарады. Осы сендердің жасап жүргендерің рас па? Әлде дегендей. Жеңіс, Құралай, мен неден бастарымды білмей отырмын. Осы уақытқа дейін берген ақпараттарыңды білем. Мынау соңғы ақпарат болса, мен министрлермен байланысқа шығып хат жазуым керек. Қазір сендер жүре беріңдер. Осындағы барлығымен жиналыс өткіземін. Кешке дейін үлгеріп жатсақ, хат жібереміз, сұрау салып. Өйткені хатты да нақтылап алу үшін мен жанымдағылармен ақылдасуым керек. Дәл мұндай жағдаймен бірінші рет кездесіп тұрмын. Министрлік тараптарынан қандай жауап келеді? Мен сендерге хабарлаймын. Бірақ Әлиханнан хат келіп жатса, маған да айтыңдар. Онымен байланысуға тырысыңдар. Басқа да жолдарын сұрастырып көріңдер. Мекен жайын, телефонын, барлығын сұрастырып көріңдер. Бұл жолы Жеңіс ештеңе деместен үнсіз шықты. Мен де басым салбырап оның артынан ере бердім. Жеңіс жұмысындағы келеңсіздіктері шешілмегендіктен ары қарай жұмысына кетті. Мен Гүлзат пен Әзимаға хабарластым. Кешке олармен ақылдасатын жұмыс бар екенін айттым. Әзима мен Жеңіс келді кешке. Әзима барлық жағдайды естігеннен жағасын ұстап, өзінің бір әпкесіне хабарласты. Әпкесі Сыртқы істер министрлігінде мән-жайды хат түрінде баяндап, балалар үйінің директоры қолға алып, Испаниядағы елшілікке шұғыл хабар тарату керек деді. Жеңіс Әлиханға қысқа ғана хат жазды. Ол жақтағы мекен жайлары мен телефонын, қандай мектепте оқып жүргенін, барлығын дұрыстап жазуын сұрады. Әзима құрбымның нақтылықты ғана сүйетін қасиеті бар еді. Ол да тоқ етері сыртқы істер министрлігіне, тіпті болмаса телевидение жаңалықтарына бару керек шығар. Бірақ телевидение жаңалықтары бір рет қана көрсетіп, ары қарай ол баланың тағдырымен шаруалары болмай кетуі мүмкін деді. Түн болса да Жеңіс Мұрат ағайға телефон соқты. Әлиханға хат жазғанын, ол кісінің тарапынан не жұмыс жасалғанын білді. Мұрат ағай министрлікке хат жіберген екен. Енді оның жауабы қашан келетіні анық айта алмады. Қай күні қандай ақпарат хабар келеді, сол күні бізге хабар айтатынын айтты да қойды. Түн ортасында Гүлзат келді. Барлығын басынан бастап тыңдаған ол, сұмдық оқиға екенін естіп, бізге бір ой тастады. Саудамен айналысатын ол құрбым арасында бақсы балгерлерге баратын әдеті бар еді. Ертең Жеңісті алып, үшеуміз Алматының шетінде тұратын, мен барып жүрген Зария деген татар апайға барайық. Жай ғана сұрайық, Әлиханның суретін көрсетеміз. Барам десеңдер, ертең апарамын, деді. Ертеңне Зарияға баратын боп келістік. Зария апайға келдік. Үйі қаланың шетінде орналасқан екен. Алдымен Гүлзат кіріп, артынан бізді шақырды.
Үшеуміз Зарияның алдында отырмыз. Қабылдау бөлмесінде не бәленің бәрі самсап тұр. Жан-жағыма қарауға қорықтым. Неше түрлі ақ, қара, қызыл, сары шырақтардың түр-түрі, адамның басының қаңқасына дейін, отырған үстелінің алдында карта, басқа да заттар толып тұрды. Суретті сұрады бірден. Әлихан деп атын айттым. Жоқ, дұрыс емес. Оның қазіргі аты мүлдем басқа. Мынау адам өте алыста. Ұлтын өзгерткен бе, дінін де өзгерткен. Қамауда отырған адам сияқты. Мен түсінбей тұрмын. Қазір, деп орнынан тұрып, сейфін ашқан кезде бас салып осылай сайрағанына таң қалдым. Жеңіс екеуміз аузымыз ашылып бір-бірімізге қарадық. Гүлзат үйреніп кеткен адам сияқты. Мыңқ етпей отыра берді. Зария сейфінен домалақ шар тәрізді затты алды. Қалың сары шырағын шығарды. Су мен бір сүйекке ұқсас затты алып, саусағынан қан шығарды. Көзім атыздай боп, денем дірілдеп кетті. Әлиханның суретінің бетіне шырағын жақындатып, ішінен біраз күбірлеп, көзін жұмып ұзақ отырды. «Говори», деді. Сосын өзінен өзі содан тоқтамастан барлығын айтты. Бұл бала жасқа жетпей өз үйінен кеткен. Анасы жоқ қазір. Әкесі түрменің арғы жағында жатыр. Бірақ ол жақтан тірі келмейді. Жақындап қалды күні. Ешқандай туыстары іздемейді. Бұл бала туралы ұмытып кеткен бәрі. Қатты қиындық көрген жоқ. Сағынған тек. Түсінбейтін екі адамның қолына қарайды. Екеуі де ер адамдар. Қатаң бақылауда бала. Жақында сендерге хабар келеді. Сендер іздеп жүрсіңдер. Өліме, тіріме деп қорқасыңдар. Жақсы не жаманын айтуға рұқсат етпей тұр. Бірақ мен көп жылдардан кейін 10-15, мүмкін 20-30 жылдан кейін бұл бала естеріңе тағы түседі. Бір хабар болады. Ол уақытта өздеріңе байланысты болмақ. Өте талантты бала. Ән айтқанды жақсы көреді. Қазір барлық қырын аша алмай тұншығып жүр. Ешкімге сенгісі келмейді. Қорқады. Екі ер адамға әлі келмейді. Әлі келсе, екеуін де өлтіргісі келеді тіпті. Бейіттің басына барып, нақты мәлімет алу үшін түнгі уақытта келулерің керек. Бейіттің басында жасалатын рәсімдерге құрбандық жасаймыз. Дегенмен, ол көп ақша тұрады. Ол ақша сендерде жоқ. Айтарым, қатты уайымдамаңдар. Бәрі жақсы болады, деп шығарып салды. Зариядан шыққан соң айтқандары тұп-тура келгеніне таң қалдым. Бізге нағыз керегін ала алмадық, бірақ үшеуміз де ақылдасып Мұрат ағайдың жауабын күтуден басқа шара жоқ екенін түсіндік. Мұрат аға бір апта өткенде хабарласты. Оған дейін біз де, ол кісі де Испаниядан хабар ала алмадық. Әлиханнан да хат келмеді. Мұрат ағай қоңырау шалып, мүмкін болса тез келуімізді өтінді. Кабинетіне кіргеннен ол кісінің түрінен бір жамандықтың болғанын түсіндім. Біздің мекеме ғана емес, министрлікте шу болып жатыр бұл мәселеге қатысты. Сыртқы істер министрлігі Испанияның Әлихан тұрған Ибица қаласындағы Серхио Пастор мен Консуэла Веганың ақпаратын алды. Олар ажырасқан екен. Осыдан 2 апта бұрын болған оқиғаға қатысты Әлиханның асыраушысы Серхио Пастор анықтама жіберіпті. Ол мәліметтердің барлығын бүгін алдым. Анықтамада жазылғандай, Ибица қаласының тұрғыны 13 жасар Амода Рей Әлихан Нұралы ұйықтап жатып, оянбай жүрегі тоқтап қалған. Дәрігердің медициналық сараптама жасаған қағаздарын қоса тіркелген.
Қазақстаннан бала асырап алушы Серхио Пастор мен оның бұрынғы әйелі Консуэла Вега өз мемлекеттерінде бала тәрбиесіне немқұрайлы қарағаны үшін испандық сот залында жауапқа тартылатын болады делінген. Бар ақпарат осы. Біз кеш қимылдадық па, әлде білмедім, деп бір нүктеге қадалып қалды. Біз Жеңіс екеуміз көзімізден аққан жасымыз тоқтамай не болғанын түсінбедік. Әкемнің қазасынан кейінгі бұл жағдай жаныма екі есе жара салып, аңырап тұрып жоқтағым келді. Булығып сыртқа шығып кеттім. Кішкентай балаларға көз жасымды көрсетпейін деп дарвазадан шыға сала өксігім басылмай, өзегім өртеніп жыладым. Қанша уақыт өткенін белгісіз. Жеңіс те шықты артымнан. Селсоқ келіп, мені орнынан тұрғызып, көлікке отырғызып алып, үйге әкелді. Бәрі бітті. Енді қолымыздан не келеді? Деп бір түйір шынашақтай ұлымызды қорғай алмай айырылып қалғанымызға күйіндім. Нағыз қорғансыздың күйін кешкен қара домалақ қазақтың баласының болашағына балта шапқан өзіміз екенін ұғындым. Бірақ мен Әлихан өлді дегенге сенбеймін. Дәл сол күні дүние жалған дегеннің мәнін ұғынғандай болдым. Зіл батпан ауыр ой еңсемді езіп жіберердей үйге келдім. Үмітімді өшті деуге қимай Әлиханға хат жаздым. Әлихан, біз бүгін сені тірілер санатынан жоғалтып алдық. Я, бізге сондай қитұрқы ақпарат берді. Сен ұйықтап жатып оянбай, мәңгілік ұйқыға кетіпсің. Қарғыс сатқыр Серхио мен Хилберттің ойлап тапқан әдісі сол болса керек. Білесің бе, Әлихан, мен сенің дәл қазір 18 мың ғаламның бір түкпірінде адамзат атаулының бір бөлшегі ретінде өмір сүріп жатқаныңды сеземін. Бәлкім, жаның қиналып, мұңайып отырған шығарсың. Бізге ғана емес, күллі өмірге ренжулісің. Сені торына алдап түсірген, аң терісін жамылған адам кейпіндегі іблістің ізінен ергендердің қақпанында отырсың. Білем, мынау тәкаппар дүниенің соншалықты құрсақтан да тарылған көріп, іштей мына фәниден жереніп отырған шығарсың. Дегенмен, біз сені қорғау үшін, қайта оралту үшін қолымыздан келер шараны жасадық. Шындап кіріспеген шығармыз. Өйткені бізде 20-дан енді асқан өмірдің тосқауылдарына қарсы тұрар қалқаны дайын болмаған бауырларыңызбын. Бару керек деген жерге бардық. Сұрау салатын жерден сұрадық. Дегенмен біз саған жете алмадық. Сен бізге жарығым Әлихан. Осы хатты сен тірі боп, күндердің бір күнінде мейлі 10 жыл өтсін, мейлі 20 жыл өтсін. Өтсе де оқып бір жауап берер деген сеніммен жазып отырмын. Себебі мен сені жоқ дегенге сенбеймін. Дәл қазір шын жүрегімен саған арнап жоқтау айта алмай отырмын. Неге? Өйткені сен тірісің, барсың, өмір сүріп жатсың, ұзақ жыл өмір сүресің. Менің ішкі түйсігім солай деп әмір беріп тұр. Сол үшін менің осы күнге дейін сені іздеп шарқ ұрғанда ағылған көз жасым бір сәтте тоқтап қалды. Сені жоқтап жылауға көзімнен жасым шыққысы келмей тұр. Шықпай-ақ та қойсын. Қымбаттым Әлихан, сен әлі туған отаныңа ораласың. Сенің де көз жасың тек қана қуаныштан төгілетін күнің келеді. Мен оған сенемін. Біз сені дәл қазір жоғалтып алғанымен, күндер, айлар, жылдар өтер, бәрібір қайта іздейміз. Енді сен менің жанұямның бір бөлігі ретінде, жүрегімнің түкпірінде, миымның бір қатпарларында сайрап тұратының хақ. Сені ұмытуға болмайды маған. Қолымнан келгенше
Мен сені іздей беруге Алланың алдында да, адамзаттың алдында да ант етемін. Өзіме осылай серт беріп, саған хат жазып отырмын. Мен сені туған бауырымдай жақсы көріп кеттім. Тіпті сені көрмесем де, мен сенің ақылдылығыңа, қайсарлығыңа, өжеттігіңе сенемін. Сен мен үшін өлген жоқсың. Мені ғана емес, кіндік қаның тамған киелі отаныңды ар алдында да, Алла алдында да кешірші. Сені елден айырған, елінің ертеңін ойлаған ел азаматтары емес, елдік пен егемендіктің қадір қасиетін бағалай алмайтын ақшаға құныққан тоғышарлардың тірлігі. Реті келсе оларды да кешір. Өйткені бұл өмір. Әркім бұл дүниеде жасаған қателіктері үшін жауап береді. Тағдырың туғаннан тепкіге алды екен деп текке өкпелеме. Мүмкін сені көзіңді ашқанын шытырман өмірдің шатпақтарына салып шымыр еткісі келген шығар. Ал сен оларды мойымай жеңіп, өзіңнің адам ретінде жеңіліске емес, жеңіске құштар жеңімпаз екеніңді дәлелдеп шық. Ол сенің қолыңнан келеді. Дәл сенің жасыңда, сенің орныңда мына мен болсам, өзге елде олай жасай алмас па едім. Міне, сенің артықшылығың осында жатыр, бауырым. Мен сені батыр бабаларың секілді Қабанбай мен Бөгенбайдың тікелей ұрпағы ретінде қабылдап, жаныңда, арыңда, барыңда тек қазақтікі екенін күмәнім жоқ. Өмірді сүй, өзіңді сүй, және қасиетті қазағыңды сүй. Ұмытпа, кімнің ұрпағың екеніңді. Қаныңды сатпа ешқашан. Қай жерде жүрсең де сені қолдайтын да, қорғайтын да, іздейтін де, жақсы көріп бауырына басатын да қазағың. Қазақ деген қасиетті аттан садаға кеткір шіркін. Шіріген жұмыртқалардың ит тірлігінің құрбаны болғаның рас. Сонда да болса, өз еліңнің бауырмал ұлдары бар екенін есіңнен шығарма. Мен сені өлді дегенге сене алмаймын, інім. Уақыт өтер, күн жетер, сол кезде біз кездесеміз. Ол күн жеткенше арыңды сатпа, ұлтыңды ұмытпа. Қазақ боп туып, қазақ боп өлем деген асқақ арманыңды жоғалтпай жүрсең болғаны. Мен саған сенемін, күтемін. Кешірші бізді, құлыншағым. Қайдасың, Әлихан? Алдымен бұл оқиғаны жарыққа шығаруымның түрткі болған жағдайын айтайын. 2014 жылы Қазақстан ұлттық арнасынан шыққан шетелдегі қазақ балалары бағдарламасын жақында ғана көріп, өз басымнан 2006 жылдары өткен осы жағдай есіме түсті. Иә, оқиға желісіндегі жеңіс деген мен. Ол кезде Құралай да, мен де жас болдық. Бұл оқиғадан кейін есеңгіреп қалғанымыз рас. Өйткені 21-дегі жастар едік. Алды артымызды ойлап үлгермеген күйіміз ол уақытта. Қазір әлеуметтік желі жырақтап дамыған заман. 2006 жылдары Mail.ru агент деген дүниелер бар еді. Есіме түскеннен кейін қазір қолға алып, сол кезде өлдіге санаған Амода Рей Әлиханды іздегім келді. Бірақ әлі таппадық. Табамыз. Сіздерге осы шағын дүние арқылы қоғамның ащы да болса бір шындығын көркемдеп жеткізуді мақсат еттім. Шамам келгенше жеткізе алдым деп ойлаймын. Менімен күнделікті бірге боп, тағатсыздана күткендеріңізге алғыс айтамын. Көп жағдай бұрышта қалып қоятын осындай мәселелер жетіп жатыр. Әсіресе жетім балалар тағдыры. Санамыз ақшаға ғана байланған заманда құл-құлқынның соңына түспей, қоғамда құрып отырған өзіміз. Кез келген нәрсеге бейжай қарамасақ екен деген ниетпен жаздым. Ең қуанатыным, сіздердің қолдауларыңыздың арқасында Әлиханның тағдыры, Құдай қаласа сүйінші хабарды бөліскім келеді. Бүгін бітірген жұмысым осы болды. Нәтиженің барлығы сіздердің арқаларыңыз. Құрметті менің сүйікті оқырмандарым, барлықтарыңызға басымды иемін.
Біз өмірдегі шын Әлиханды іздеуге кетеміз. Испанияға аттанамыз. Сәттілік тілеңіздер. Рахметімді айтамын.